Баршаңызға ассалаумағалейкум. Бүгін біз сізге қазақтың табақ тарту дәстүрін көрсетеміз. Оның түрлері қандай, мәні мағынасы неде? Қазақ қашанда ақ көңілдігімен, мәрттігімен, қонақ жайлылығымен қазақ. Расымен де ертеден біздікілердің қонағы келсе, асы дайын тұрады емес пе? Бүгінгі жас буын ертеңгі отбасы екені анық. Осы тұрғыда әрбіріміз сыйлы кісіге тартылар табақта қандай мүшелер болу керектігін білуіміз керек. Ең алдымен ет асқанда жіліктен бұзылған етті адам санына қарай мөлшерлейді. Тойға немесе қонақ асыға көбінесе қой сойылады. Қой еті жіліктеп 13 мүшеге бөледі. 2 жамбас, 2 ортан жілік, 2 асықты жілік, 1 бел омыртқа, 2 сүбе, сондай-ақ қабырға, төс, 1 омыртқа, 2 жауырын, 2 тоқпан жілік, 1 бұғана, 1 мойын. Әдетте кәделі жіліктермен бірге сыйлы қонақтарға малдың басын, қой немесе ешкінің шекесін, қазы қарта, жал жаяны табаққа бірге салып береді. Басты үйтіп, жылы суға жуып, мұқият тазарту қажет. Сонымен бірге жағын айырып, тазалап жуады. Жылқының басын бөліп асса, сиырдың басын көз қуысына таяу кеңсірігінен бір шауып, маңдайынан қақ жарып, 3-ке бөліп асады. Сондықтан әр шекесі бір бастың орнына жүреді. Сыйлық қонаққа жылқының шекесін тартпайды, ол тек етпен бірге беріледі. Қазақ халқында мейманға тартылатын табақтың түрі көп. Ал біз бүгін ең негізгі түрлеріне тоқтала кетейік. Олар бас табақ, қос табақ, сый табақ, күйеу табағы, келін табағы, жастар табағы, жай табақ. Бас табақ жасы үлкен қарттарға, аса сыйлы қонақтарға тартылады. Оған салынатын кәделі мүшелер бас, жамбас, ортан жілік, белдеме, сүбе қабырға, қойдың ұл табары, жылқы етінен қазы қарта, жал жая. Қос табақ құда-құдағиларға тартылатын арнайы табақ. Оның кәделі мүшелері бас табақпен пара-пар. Оның қос табақ деп аталатын себебі құда-құдағиға көпшілікпен бірге ұсынылған қонақ асының үстіне қосымша тартылатындығы. Қос табақтың кәделі мүшесі тоқпан жілік. Сый табақ құда жекжаттық қатынасы болмаса да, ерекше сый құрметке ие адамдарға арнайы тартылатын табақ. Жастар табағы. Оның ең кәделі мүшелері асықты жілік пен төс. Асықты жілік әдетте күйеудің жолдасына немесе қыздың жеңгесіне ұсынылады. Күйеуге әлбетте төс тартылады. Жай табақ. Ортан жілік, жауырын, тоқпан жілікпен бірге қабырға, омыртқа салынады. Бұл қазақта бұрыннан келе жатқан дәстүр. Дегенмен әр өңірдің салты басқа. Табақ тарту түрлері де, тіпті ет турау тәсілі де заман талабына қарай өзгеріп бара жатыр. Десе де, қалай болмасын, бар қазақтың табақ тарта білгені жөн.